Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен биология пәнінен сабағымызды жалғастырамыз. Жаңа сабақты бастамас бұрын бірінші өткен сабақты еске түсіріп алайық. Алдыңғы сабақта біз сіздермен биология сабағына кіріспе жүргізген едік, және де биология ғылымының салаларына тоқталған едік. Естеріңізге сала кетейін, міндетті түрде бірінші сабақты көріп, биология ғылымының анықтамасын және биология ғылым салаларын міндетті түрде конспектлеп, жаттап алуға кеңес беремін. Бүгін бізде келесі сабақ бұл жасушаның негізгі құрылымдық бөліктері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жасушаның салалары, жасушаның ашылу тарихы, жасуша теориясының қалыптасуы, жасушаның құрылысы, химиялық құрамы және жасушаның бөлінуі, прокариоттар мен эукариоттар және сабақтың қорытындысы. Жалпы бірінші жасуша деген не, ол қандай қызмет атқарады және не үшін керек, соған сіздермен тоқталып өтейік. Қоршаған ортада сіздер білесіздер. Қоршаған ортаны біз екіге бөлеміз: өлі денелер және тірі ағзалар деп. Не себепті бұлай екіге бөлеміз? Тірі ағзалардың өлі денелерден ерекшелігі неде? Тірі ағзалар өлі денелерге қарағанда әртүрлі қасиеттермен ерекшеленеді. Ол қасиеттер біріншіден қоректену, көбею, өсу, өну, тітіркену, ұрпақ жалғастыру, қартаю және де өз өмірін тоқтату. Ал өлі денелерге бұндай қасиеттер тән емес. Және де тірі ағзалардың өлі денелердің ерекшелігі олардың құрамында, яғни олардың денесінде жасушалардың болуы. Сонымен жасуша дегеніміз не? Жасуша барлық тірі ағзаларды құрайтын, барлық тірі ағзаларды қалыптастыратын ең негізгі құрылымдық бірлік. Яғни барлық тірі ағзалар жасушадан бастау алады. Егер де ағзаның құрамында жасуша болатын болса, ол тірі болып есептеледі. Және де жасуша болатын болса, ағзалар қоректене алады, көбейе алады, өсе алады, өне алады, сыртқы және ішкі факторлардан тітіркенеді және ұрпақ жалғастырады. Ал өлі денелерде тірі денелерге қарағанда ондай құрылымдық бірлік жоқ. Сондықтан да олар өлі дене болып есептеледі. Енді жасушаны қандай ғылым зерттейді, соған тоқталайық. Жасушаны зерттейтін ғылым цитология деп аталады. Цитология грек тілінен аударғанда цитус жасуша, логос ғылым деген мағынаны білдіреді. Яғни жасуша туралы ғылым бұл бізде цитология. Жасушаның тағы да цитологиядан басқа бірнеше салалары бар. Бұл цитохимия, цитогенетика және цитоэкология. Енді жеке-жеке барлығына тоқталып кетейік. Цитохимия дегеніміз бұл жасушадағы нуклеин қышқылын зерттейтін ғылым. 1870 жылы Мишер лейкоцит ядросынан нуклеин қышқылын тапқан болатын. Цитогенетика аты айтып тұрғандай, бұл тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтарын жасушада зерттейтін ғылым. Және цитоэкология қоршаған ортаның бұзылуына байланысты жасуша құрылымының өзгеруін зерттейтін ғылым екен. Енді жасушаның ашылу тарихына тоқталайық. Жасушаның ашылу тарихы тікелей микроскоппен байланысты. Себебі жасушаны қарапайым көзбен көру мүмкін емес. Оны тек қана арнайы ұлғайтқыш құрал микроскоп арқылы ғана көре аламыз. Ең алғашқы микроскопты 1609 жылы Галилео Галилей ойлап тапқан еді. 1665 жылы Роберт Кук микроскоппен жасушаның майда ұяшықтан тұратынын көріп, жасуша терминін ең алғашқы болып қолданып, ғылымға енгізген болатын. Ал Антони ван Левенгук қан құрамындағы эритроциттің бір жасушалы екенін анықтаған. 1831 жылы Браун өсімдік жасушасын ашты. Ал 1839 жылы Пуркине жасуша ішіндегі сұйықтық протоплазманы тапқан болатын. Жасуша теориясы қалай қалыптасты? Ең алғашқы жасуша теориясының қалыптасуына негіз болған бұл зоолог Шван мен ботаник Шлейден болатын.
Өсімдік пен жануар жасушасын салыстырып, олардың ұқсастықтарын анықтаған Шван және Шредин деген ғалымдар. 1858 жылы Верхов әрбір жасуша өзінде жасушаның бөлінуі арқылы пайда болады деген қорытынды жасаған. Және нәтижесінде жасуша теориясы негізі қалыптасады. Жасуша теориясының қағидаларына тоқталып кетейік. Ең біріншіден, жасуша бұл барлық тірі ағзалардың ең кіші өлшем бірлігі болып есептеледі. Әртүрлі ағзалардың жасушалары құрылысы, құрылымы, химиялық құрам және зат алмасуы негізінде тіршілік әрекеті өте ұқсас болып келеді. Ағзалардың жасуша құрылыстарының ұқсас болуы өсімдік пен жануардың шығу тегінің бар екенін дәлелдейді және жасушалар бөліну арқылы көбейеді. Жасушаның негізгі құрылымдық бірлігіне цитоплазма және жасуша мембранасы жатады. Көп жасушалы ағзалардың жасушалардың ең негізгі бөлігі бұл ядродан құралады. Ал ядро тұқым қуалау ақпаратын сақтап, жасушалардың жыныстық жолмен көбеюіне өз үлесін қосады. Тірі ағзалар жасушалары жіктелуіне байланысты екіге бөлінеді. Егер де алдыңғы сабақты еске түсірсек, алдыңғы сабақта біз сіздермен осы жөнінде айтып кеткен едік. Жалпы тірі ағзалар біріншіден екіге бөлінеді. Ол жасушасыз ағзалар және жасушалы ағзалар. Жасушасыз ағзаларға біз тек қана вирустар мен факторды жатқызамыз. Себебі олар табиғатта өз бетімен кездеспейді. Яғни олардың денесінде жасуша жоқ. Олар тек қана паразиттік жолмен басқа бір ағзаның құрамына түскенде, мысалға айтатын болсақ, жануар ағзасына, өсімдік ағзасына немесе адам ағзасына түскенде ғана оларда жасуша пайда болып, сәйкесінше олар сол ағзада ғана өзінің өмірін жалғастыра алады. Яғни сол түскен ағзада ғана қоректеніп, өніп өседі. Ал келесі топ ол жасушалы ағзалар. Яғни бұл ағзалардың барлығында еркін жасушасы бар және олар табиғатта жеке тіршілік ете алады. Бұл жасушалы ағзалар бізде тағы да екі топқа бөлінеді: прокариоттар және эукариоттар. Прокариот грек тілінен аударғанда ядросыз жасуша деген мағынаны білдіреді. Ал эукариоттар ол сәйкесінше ядролы жасушалар. Суретте көріп тұрғаныңыздарыңыздай, прокариоттарға бізде тек қана бактериялар жатады, ал эукариоттарға саңырауқұлақтар, өсімдіктер және де жануарлар жатады. Тағы да қайталап өтем, жасушаны зерттеу, жасушаны бақылау бұл тек қана арнайы үлкейтгіш құрал микроскоптың көмегімен ғана жүреді. Жасушаның бөлінуі. Эукариоттар мен прокариоттардың қандай ерекшелігі бар? Прокариоттар бұл ядросыз ағзалар. Прокариот бір ғана жасушадан тұрады, оның құрамында цитоплазма, жасуша мембранасы, рибосомалар және де ДНК сақинасы болады. Ал ядро толығымен оларда кездеспейді. Және де прокариоттық ағзаларға цианобактериялар, яғни көк жасыл бактериялар және қарапайым бактериялар жатады екен. Эукариоттар. Прокариоттарға қарағанда эукариоттардың қалыптасқан жеке ядросы болады. Эукариоттарға өсімдіктер, жануарлар, саңырауқұлақтар жатады. Оларда ядродан басқа тағы да әртүрлі органоидтар кездеседі. Қазір біз сол органоидтардың құрылымы мен қызметіне тоқталатын боламыз. Прокариот жасушасы, сіздер суретте көріп тұрғандай, прокариот міндетті түрде жасуша мембранасынан тұрады. Ішкі ортасы цитоплазмамен толы болады, рибосома және жасуша орталығында оларда ДНК сақинасы болады екен. Енді олардың қызметіне тоқталып кетейік. Прокариот жасушасы бір ғана жасушадан тұрады және оның сыртын мембрана қаптайды. Мембрананың атқаратын қызметі бұл қорғаныштық қызмет. Яғни бактерия жасушасын сыртқы факторлерден, сыртқы зиянкестерден, әртүрлі ауа райынан қорғап тұрады екен. Екіншіден цитоплазма. Цитоплазма өте қоймалжың сұйық зат. Жасуша ішінің барлығын цитоплазма алып жатады. Цитоплазмада прокариот жасушасында кездесетін
басқа органоидтар бекінеді. Ол рибосома және ДНК сақинасы. Рибосоманың атқаратын қызметі нәруыз синтезіне қатысады. Яғни бактерияның жасушасына келіп түскен қоректі нәруызды синтездейді екен. ДНК сақинасы. Бактерияларда қалыптасқан ядро болмайды. Сәйкесінше оларда жыныстық көбею де болмайды. Бірақ олар жасушасы теңде екіге бөліну арқылы көбейеді. Ал жасуша теңде екіге бөліну процесі кезінде оларда ақпарат не арқылы беріледі? Осы ДНК сақинасы арқылы беріледі екен. Яғни тұқым қуалау ақпаратты прокариот жасушаларында ДНК молекуласында сақталады. Және де одан да бөлек бактерияларда талшықтар болады. Ол талшықтар бактериялардың қимыл қозғалысына жауап береді екен. Келесі бұл эукариот жасушасы. Суретте көріп отырғандарыңыздай, эукариот жасушасы прокариот жасушасынан ерекшеленеді. Бірінші ерекшелік біз жаңа айтып өткенде бұл ядроның болуы. Прокариот жасушасы сияқты эукариот жасушасында да міндетті түрде мембрана болады. Ол да эукариот жасушасын қорғап, сыртқы ортадан келген қоректі енгізіп, керек емес затты сыртқа шығарып отырады. Ішінде арнайы цитоплазма, сұйықтық болады. Цитоплазмада басқа органоидтар бекінеді. Және цитоплазма ядро мен басқа органоидтар арасындағы зат тасымалын реттеп отырады. Келесі ең маңызды органоидтардың бірі бұл ядроның болуы. Прокариотқа қарағанда эукариот жасушасында қалыптасқан жеке ядро болады. Ядро нақ ортасында орналасады. Ол дөңгелек немесе сопақ пішінді болуы мүмкін. Ядроның ішінде ядрошық болады және ядро сұйықтығы кариоплазма болады. Осы кариоплазмада хромосомалар бекінеді, ал хромосомалардың ішінде тұқым қуалаушылық ақпаратты сақтайтын ДНК және ген болады екен. Ары қарай ядродан басқа органоидтарға тоқталатын болсақ, бұл центроид жасуша орталығы. Жасуша орталығы жасушаның көбеюіне қатысады. Яғни мейоз, митоз процестері кезінде хромосомалар жасуша орталықтарына тартылып, осылай жасуша екіге бөлінеді екен. Ары қарай эндоплазмалық тор. Эндоплазмалықтың екі түрі болады. Бұл түйіршікті эндоплазмалық тор және тегіс эндоплазмалық тор. Түйіршікті эндоплазмалық тордың құрамында рибосома болады, сол себепті ол түйіршікті деп аталады. Ал тегіс эндоплазмалық тордың құрамында рибосома сәйкесінше болмайды. Сондықтан да ол тегіс эндоплазмалық тор деп аталады. Енді олар қандай қызмет атқарады? Түйіршікті эндоплазмалық тор нәруыз синтезіне қатысады. Ал тегіс эндоплазмалық тор көмірсу мен липидтердің синтезіне қатысады екен. Лизосома. Лизосома бұл ағзада қалған, қорытылмай қалған керек емес заттарды ыдыратуға көмектеседі екен. Келесі органоид бұл митохондрия. Митохондрия жасушаның энергия станциясы деп аталады. Себебі митохондрияда АТФ синтезі жүзеге асады да, митохондрия арқылы жасуша энергия алады. Ал жасушаға энергия не үшін қажет? Сіздер білесіздер, жасуша қоректенеді, жасуша өседі, өнеді, көбейеді. Осы процестерді жүзеге асыру үшін міндетті түрде жасушаға энергия қажет екен. Ары қарай рибосома. Рибосома бұл нәруыз синтезіне қатысатын органоид. Гольджи жиынтығы жасушада қалған, қорытылмай қалған қоректердің барлығын жасушада ұстап, оны сыртқа шығаруға дайындайды екен. Жасушадан керек емес заттар қалай сыртқа шығады? Егер де суретте байқап отырсаңыздар, жасуша мембранасында кішкентай саналаулар бейнеленген. Осы саналаулар арқылы жасушадан керек емес қорытылмай қалған қоректік заттар сыртқа шығып отырады екен. Енді эукариот жасушасының органоидтары мембрана санына байланысты үш топқа бөлінеді. Бұл екі мембраналы органоидтар, бір мембраналы және мембранасыз органоидтар. Екі мембраналы органоидтарға митохондрия, пластид және ядро жатады. Яғни митохондрия, пластид ядроның сыртын екі мембрана қаптап тұрады.
Бір мембраналық органоидтарға вакуоль, эндоплазмалық тор, лизосома және Гольджи аппараты жатады. Яғни олардың сыртын тек қана бір мембрана қоршап тұрады екен. Ал мембранасыз органоидтарға бізде рибосома және жасуша орталығы жатады. Енді ары қарай өтетін болсақ, эукариоттардың ішінде де жануар мен өсімдік жасушасының әртүрлі ерекшеліктер болады екен. Міне соған тоқталайық. Жануар және өсімдік жасушасының құрылысының сызба нұсқасы сіздерде суретте берілген. Мұқият қарасаңыздар, бірінші суретте бұл жануар жасушасы, екінші суретте өсімдік жасушасы. Жануар жасушасында да, өсімдік жасушасында да міндетті түрде мембрана, цитоплазма және ядро болады. Одан бөлек эндоплазмалық тор, митохондрия, лизосома, жаңа айтып өткен Гольджи жиынтығы барлығы осы екі жасушада да кездеседі екен. Енді одан бөлек өсімдік жасушасында балалар нағыз вакуоль болады. Нағыз вакуоль өсімдік жасушасындағы судың қысымын, мөлшерін реттеп отырады екен. Одан бөлек өсімдік жасушасында пластиттер болады. Пластиттер үш түрге бөлінеді. Ол хлоропласт, хромопласт және лейкопласт. Хлоропласт өсімдіктерге жасыл түс береді. Хромопласт өсімдіктерге түрлі түс береді. Мысалы, гүлдің күлтелерін алатын болсақ, роза гүлін алатын болсақ, күлтелері әртүрлі болады. Сары түсті, көк түсті, мысалы, қызыл түсті. Оның барлығы балалар хромопласттар екен. Ал жаңағы роза гүлінің сабағы мен жапырағын алатын болсақ, олар жасыл түсті. Ал жасыл түс беретін оларға хлоропласттар. Мысалы, пиязды алатын болсақ, пияздың сырты мөлдір, түссіз. Ал оған мөлдір осындай түссіз бір пленканы беріп тұратын, ол лейкопласттар екен. Сонымен қайталап өтсек, пластиттер үшке бөлінеді: хлоропласт, хромопласт және лейкопласт. Хлоропласт өсімдіктерге жасыл түс береді, хромопласт түрлі түс береді, ал лейкопласт ол түссіз болып келеді екен. Одан бөлек өсімдік жасушаларында жасуша қабырғасы болады. Яғни қалыпты мембрана болады. Мембрананың сыртын жасуша қабырғасы қаптап тұрады екен. Жасуша қабырғасы өсімдікке беріктік қасиет береді. Және де әртүрлі қатты желдер соққанда, мысалы қатты дауылдар болғанда, өсімдік бұтақтарының сынып кетпеуін қадағалап тұрады екен. Яғни жануар мен өсімдік жасушасының айырмашылықтары бұл: бірінші, өсімдік жасушасында вакуольдің болуы, екінші, пластиттің болуы және үшінші, жасуша қабырғасының болуы екен. Мына жерде сіздерге жасуша органоидтары және олардың қызметтері берілген. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, қызметтерін жеке-жеке конспектлеп алып, жазып алуға кеңес беремін. Енді жасушаның жалпы химиялық құрамына тоқталайық. Жасуша неден тұрады? Жасуша ағзалық заттардан, яғни органикалық заттардан және бейорганикалық заттардан тұрады екен. Бейорганикалық заттарға макро және микроэлементтер жатады, су және минералды тұздар. Одан бөлек жасуша құрамында органикалық заттар кездеседі екен. Ал органикалық заттарға нәруыздар, көмірсулар, липидтер және нуклеин қышқылы жатады. Қорытындылай келе, жалпы тірі ағзалардың жасуша болуына байланысты екіге бөлінеді екен. Олар прокариоттар және эукариоттар. Прокариоттарға цианобактериялар және қалыпты бактериялар жатады. Олар бір ғана жасушадан тұрады, өте кішкентай, микроскоппен ғана көрілетін құрылым. Ал эукариоттар бұл екі немесе одан да көп жасушадан тұратын және құрамында міндетті түрде ядро болатын жасушалар екен. Эукариоттарға саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар жатады. Бүгінге сабағымыз аяқталды. Мұқият тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Міндетті түрде сабақты жақсылап қарап, конспектлеп, барлық материалды оқып, жаттап алуға тырысыңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше.